Сәлем достар, мені арнама хош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздерге өте оңай жолмен жабылатын қырыққабат пен қызанақты көрсететін боламын. Маған қажетті қызанақ, қырыққабат, сарымсақ, аскөк және де стерилизациядан өткен банкілер. Сарымсақтарымызды салып аламыз. Әр банкіге 3-4 түйірден салдым. Енді кезекте аскөгімізді саламыз. Достар, видеоны соңына дейін қарап баға беріңіздер. Енді кезекте қырыққабатымызды салып орналастыратын боламыз. Мен қырыққабатты алдын ала кесіп дайындап алдым. Енді кезекте қызанақтарымызды салып шығамыз, жайлап орналастырып. Бұл жерде қырыққабаттың дәмі ерекше болады, себебі оған қызанақтың дәмі сіңетін болады. Енді кезекте түйір бұрыштарымызды салып шығамыз. Әр банкіге 4-5 түйірден, одан соң лавр жапырағын салдым. Барлық рецепттің құрамын описаниеге жазып қалдыратын боламын. Жарты ащы бұрыштан салып шықтым. Қайнаған суымызды құйып, 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. 15-20 минуттан соң қайтадан суларын құйып алып, сартылдатып қайнататын боламыз. Енді банкамызға 1 түйірден аспирин салып шығамыз. Одан соң 2 литрлік банкіге 2 ас қасық қант және 1 ас қасық тұз салатын боламыз. Ал 1 литрлік банкіге 1 ас қасық қант, жарты ас қасық тұз саламыз. Мінекей суымыз көріп тұрғандарыңыздай қайнап жатыр. Мен кішкентай қасықпен 1 қасық уксус құйып шықтым. Одан соң жаңағы қайнаған суымызды қайтадан құйып, банкаларымызды жауып шығатын боламыз. Мінекей достар, барлығын осылай жауып шыққаннан кейін жылы орап 48 сағатқа қоятын боламыз. Осылайша төңкеріп, банкамыздың дұрыс жабылуын тексереміз. Біздің банкамыз дұрыс жабылды. Достар, осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттер сіздерге көрінетін болады. Мен сіздермен осындай рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.